Қайырлы күн оқушылар, бүгін 3-ші сыныптың қазақ тілі пәнінен 66-ші сабақты бастаймыз. Туған өлкем, өлеңді мәнерлеп оқимыз. Көгінде күн нұрын төккен, жерінде гүл шұбар сепкен, неткен сұлу, неткен көркем, осы менің туған өлкем. Алтын дәнді даласы бар, ақ күмістей қаласы бар, неткен сұлу, неткен көркем, осы менің туған өлкем. Енді бізге мына тапсырмаларды орындау керек. Бірінші, өлең мазмұны бойынша бір-біріңе сұрақ қой. Өлең неліктен туған өлкем деп аталған? Өлең өнердің қай түріне жатады? Өз ойыңды дәлелде. Өлеңнің бірінші шумағын жатқа жаз, жазғаныңды оқулықпен тексер. Алғашқы екі сөйлемін сөз таптарына талдап, әр сөздің үстіне қай сөз тап екенін көрсет. Ал енді тапсырмалардың жауаптарына келетін болсақ, балалар порталастарымен бірге бір-біріңе ақын өлеңде нені сипаттайды, туған өлкесінің сұлулығы қалай жеткізді деген сияқты сұрақтарды қоюларыңа болады. Сонымен бірге, ақын неліктен өлеңді туған өлкем деп атаған? Себебі өлеңде ақын өз туған өлкесінің табиғаты, көркемдігі туралы жазған. Енді осыған өз ойларыңды білдірсеңдер болады. Келесі, бұл өлең қандай өнерге жатады? Яғни бұл ақындық өнерге жатады. Өлең шығару шығармашылық өнерге жатады. Кез келген адам өлең шығара бермейді. Яғни өлеңді ақындар шығарады. Алтыншы тапсырма. Суретке қарап, тақырып қойып, әңгіме құраймыз. Жазған мәтінде қай сөз таптарының сөздерін қолданғанымызды айтамыз. Тақырыбы табиғат аясында. Жаз. Демалыс күні табиғат аясында демалған қандай керемет. Алыстан басын аппақ қар басқан таулар көрініп тұр. Таудан бастау алып мөп-мөлдір болып ағып жатқан өзеннің суы мұздай. Ішсең, шөлің бірден қанат. Ауасы да ерекше таза. Келесі тапсырма. Бұл өнердің қай түріне жатады? Қандай суретшілерді білесің? Осы сұрақтарға жауап берейік. Бұл суретшілік өнер. Табиғат көрінісі пейзаж деп аталады. Суретшілер, яғни қандай суретшілерді білесің? Әбілхан Қастеев, Ақжан Абдалиева, Ақмарал Абулхайыр сияқты суретшілер бар. Келесі тапсырма. Сөздер мен сөз таптарын бір-бірімен сәйкестендіреміз. Бұл жерде мүсін, суретші, ермексаз, шаршы сөздері не деген сұраққа жауап беріп тұрғандықтан зат есім болады. Ал тоқиды, тігеді, салыстырады деген сөздер не істейді деп іс-қимылдың сұрақтарына жауап бергендіктен бұл бізде етістік болады. Жіңішке, ақ, қызыл, көлбеу деген сөздер қандай деген сұраққа жауап берген үшін бізде сын есім болса, ал 7, 9, 20, 50, 1000 деген сөздер бізде қанша деген сұраққа жауап беріп, сан есімнің қызметін атқарып тұр. Оқушылар, бүгінгі сабақ түсінікті болса, лайк басып, каналға жазылып, достарымызға жіберуді ұмытпаймыз.